ілім үйреніп, одан соң оны басқаларға үйретпеу, мол дүние жиып, оның керегіне жаратпай көміп қойғанмен бірдей. Ғылымның өлгені есте сақталмағандығы, қызықпайтын адамдарға үйретіліп, зая кеткені. Қыздарды күйеуге беру жөнінде аналарымен ақылдасыңдар. Екі жүзділіктің үш белгісі: өтірік айту, уәдеде тұрмау, аманатқа қиянат жасау. Шақырған жерге ғана бар. Жәрдем немесе қайыр садаға беруді ең әуелі өзіңнен баста. Артылғаның болса, отбасыңды жарылқа. Тағы да бірдеңең артылып қалса, ағайын туыстарыңа бер. Олардан да артылып жатса, басқаларға бер. Адал деуге рұқсат етілген нәрселердің ішіндегі Алланың хош көрмейтіні талақ, некелі әйелін тастау. Адамдардың арасындағы Аллаға ең сүйкімсіздері шектен тыс дұшпандық жасаушылар. Дін бұзарлыққа берілген, дінді теріс пайдаланған адам сол ниетінен әбден қайтып айырылмайынша, Алла оның тәубесін қабыл қылмайды. Тағамды суытыңқырап ішіңіз. Өте ыстық күйінде оның берекесі болмайды. Қыздан туған бала да сол қауымның туысы саналады. Қара нәсілді адамдарды да дос тұтыңдар. Өйткені олардың үш ұлық адамы: Лұқман Хакім, Нухаши, эфиопиялық азаншы Біләл пейіште болады. Мінез құлқыңның мінайым, сыпайы болуын қалаймысың? Қаласаң жетімдерге мейірімділік жаса, олардың басынан сипа, өзің ішетін тағамыңнан бөліс, сонда ғана мінезің жұмсарып, мейірбан боласың. Қой бағыңдар, өйткені береке сонда. Өсекшілік дегеніміз, адамдар арасындағы жақсы қарым-қатынасты бұзу мақсатымен бірінің сөзін екіншісіне жеткізуге құмарлық. Арам нәрселерден сақтанғын, адамдардың арасындағы инабаттысы боласың. Алланың берген ризығына разы бол, басқалардан гөрі дәулеттірек өмір сүресің. Көршіңе жақсылық жаса, ұйқың тыныш болады. Өзің сүйген нәрсені өзгелерге де лайықты деп біл, сау саламат жүресің. Көп күлме, көп күлсең, шын сөздің де қадірі кетеді. Жақсылықтың үлкен кішісі болмайды. Су сұрап келген адамға ашық қабақ танытып, шелегіне су құйып беріп, ізгілік жаса. Кеуде керіп, қыр көрсетуден сақтан. Алла тәкаппарларды жек көреді. Егер біреу сені ғайбаттаса, немесе жоқ айыптарды тағып қорласа, сен сонда да оның бар айыпты бетіне басып кінәлама. Сонда күнәсі оған, сауабы саған болады. Ешкімді ғайбаттама. Алладан қорқыңдар және перзенттеріңнің бәріне бірдей мейірбан болыңдар. Оларға киім мен тамақты тең бөліңдер. Екі түрлі адамға Алла қиямет күні рахым етпейді. Туған туысқандарынан мүлде қол үзіп кеткендерге, жаман көршіге. Екі кісі бір кісіден жақсы. Үш кісі екі кісіден жақсы. Төрт кісі үш кісіден жақсы.
көпшілікпен бірге болғандарды Алла тура жолға бастайды. Орасан зор апатқа жолықтыратын 7 түрлі күнәдан сақтаныңдар. Тәңірге шүбә келтіру, сиқырлықпен шұғылдану, біреуді нақақ өлтіру, өсімқорлық, жетімнің ақысын жеу, отанын қорғау жолындағы соғыстан қашу, күйеуі бар, діндар, адал әйелдерді бұзылған, жеңіл мінезді деп қорлау. Адамның айыбын бетіне басудан сақтаныңдар. Арақтан, ішімдіктен сақтаныңдар, өйткені ол барлық жамандықтың кілті. Алла алдындағы ең жақсы сөз – шын сөз. Алла алдындағы ең қолайлы соғыс – зұлым патшаға айтылған ақиқат. Алла алдындағы пенделердің ең жақсысы өз отанының басына пайдасы тиетіндер. Алла алдындағы үйлердің ең жақсысы жетімдерді құрмет тұтатын үйлер. Өзіне ұнаған нәрселерді басқаларға да лайықты деп біл. Досыңды соншалықты құлай сүйме, күндердің күнінде дұшпаның болып шығуы мүмкін. Дұшпаныңмен де қатты жауласпа, күндердің күнінде досыңа айналуы мүмкін. Диқаншылықты кәсіп етіңдер, өйткені ол берекелі іс. Диқаншылықты қорғайтын сақшыларыңды көбейтіңдер. Киімдерің жарасымды болсын, ат көліктеріңді жарамды ұстаңдар. Салақ, нашар адамдарға үлгі өнеге көрсетіңдер. Екі жағың мен екі аяғыңның ортасындағы мүшелеріңе күнәдан тый. Өзімнен кейінгі қалатын үмметтерім үшін 3 нәрседен қорқамын. Нәпсіге беріліп, тура жолдан таю, өзін өзі жақсы көрушілікке, сезім құмарлыққа беріліп кету, ғылымға, білімге ие бола тұрып, білімсіздің ісімен айналысу. Отан басына төнген бақытсыздықтан кейін де оның достарымен байланысыңды үзбе, жалғастыра бер. Олармен байланысыңды үзсең, Алла абыройыңды төгеді. Әмірдің сауға сұрауы арамдығы, қазының пара алуы діннен шығуы. Үмметтерім үшін ең қатты алаңдайтын жайларым қарын шығарып семіру, ұйқышылдық, жалқаулық және өзінің әлсіздігіне сенімді болу. Кісінің аманатынан уақытында құтыл, еңбегіңе қиянат жасаған адамға да сен қиянат жасама. Мүмкін болғанша адамдарды қатал жазаламауға тырысыңдар, бірақ қатал жазаны мүлде қолданбауға да болмайды. Әлде біреулеріңе қазылық тие қалса, ашу үстінде үкім шығармаңдар. Арызданып келгендермен тең бірдей қарым-қатынас жасаңдар. Күтушің тамақты өз үйінен жасап әкелсе, оны өзіңмен бірге дастарханға отырғыз. Егер отырмаса, алдымен астан 1-2 асатып жібер. Бір әулеттің сыйлы адамы болса, оны сендер де сыйлаңдар.
қажылыққа келген адамды құрметтеңдер. Кім кімді дос тұтса, соған пейілін білдіріп қойсын. Кімді Алла сүйсе, соған адамдардың ісін түсіріп қояды. Раббым, қашанда бір патшаға жақсылық жасағысы келсе, оған адал уәзір береді. Ол ұмытқаны дер кезіне есіне салады. Есіне алған кезде көмектеседі. Егер Раббым бір патшаға жамандық жасағысы келсе, оған жаман уәзір береді. Ол патшаның ұмытқанын дер кезінде есіне салмайды, есіне алса да жәрдемдеспейді. Ұйқыдан тұрған адам қолын 3 рет жумайынша ыдысқа салмасын, өйткені қолымен қай жерлерін ұстағанын білмейді. Бір әйелге үйлену ниетің бола қалса, алдымен оны бір көру теріс емес. Намаз үстінде имам болуға тура келсе, намаздың қырағатын жеңіл оқы. Өйткені олардың ішінде жас балалар, қарттар, кемтарлар, аурулар және қажеттілік қысып тұрған адамдар болады. Ал өзің жеке отырғанда қалағаныңша ұзақ оқи бер. Қашанда қиялыңда бірер күмәнді пікір пайда болса, оны тәрк етпе. Егер күнә құпия жасалса, иесіне ғана зиян тиеді, әшкере жасалса, бәріне тиеді. Егер сөйлеп отырған адам жан-жағына қарағыштай берсе, бұл тек өзіне айтылған аманат. Қайсы біріңізге Раббым бір кәсіп арқылы ризық бермек болса, сол кәсібіңнің өзі өзгермейінше тастама. Сауабы тиетін іс дегенде қуан, күнә жасаған кезде ренжі, сонда ғана шын мұсылман боласың. Бірер кісіден адамдар бұзылып кетті деген сөзді естісең біліп қой, сол адамның өзі бұзылған. Көршілерің сені жақсы адам дейтін болса, жақсысың. Егер олар жаман дейтін болса, демек жамансың. Бір жерде оба ауруы бар деп естісең, ол жаққа барма. Егер өздерің тұрған жерде оба ауруы тараса, ол жерден қашпаңдар. Халықтың ішінен 40 кісі, немесе одан да көбірек адам бір іс туралы куә болса, Алла олардың куәлігін қабыл етеді. Бір момын екінші бір момынның басына тау құлатса, періштелер сол тауды қайтадан орнына қойғанша лағнет айтып тұрады. Қашанда бір күнә жасап қойсаң, соны жуу үшін соңынан бір сауабы бар қайырымды іс істе. Өлмей тұрып, даярлығыңды тексеріп қой. Егер 3 кісі болсаң, екеуің үшінші адамға естіртпей сыбырласпаңдар. Өйткені бұл қылық оның ренішін оятады. Патшаларың жақсы, байларың қайырымды, жұмыскерлерің ынтымақты, бірлікшіл болса, сендер үшін жердің астынан үсті абзал. Егер керісінше болса, жердің үстінен асты абзал. Кім-де-кім өзінен байырақ немесе ақылдырақ адамды көріп қалса, дереу өзінен кейінірек әрі ақылсыздау адамдардың бар екенін есіне алсын. Адамдардың 4 түрін Алла жек көреді: ант ішкен саудагерді, тәкаппар кембағалды, зинақор кәріні,
және залым патшаны. Барлық істе турашыл болып, адамдармен сыпайы қатынас жасаңдар. Бұл дүниеде адамдарды қатты азаптайтындарды Алла қияметте аямай жазалайды. Барына шүкіршілік ететін адамдар Аллаға да шүкіршілік жасайды. Адамдарға тағам жегізіп, шырындай тәтті сөз сөйлеңдер. Аштарға ауқат беріңдер, аурулардың көңілін сұраңдар, қыжалат адамдарды қиыншылығынан құтқарыңдар. Ұйықтаудан бұрын қақпаларды бекітіп, су және азық-түлік ыдыстардың бетін жауып, содан соң шамды сөндіру керек. Жабатын нәрсе табылмаса, ыдыстардың үстіне бір тал таза шөп тастаңдар. Садақаның абзалы сау кезінде сараңдық жасап өмір сүруден және кедейленуден қорқып жасалған садақа. Садақаны кешіктірмей беріңіздер. Жаның алқымға тығылғанда, малымның моншасы анаған, оншасы мынаған дегеннің пайдасы жоқ. Өйткені ол кезде сен айтпасаң да, малың басқаныкі болады. Құран оқып бата қылыңдар, одан қашпаңдар. Бірақ оған терең мағына беремін деп әсерлеп жібермеңдер. Осыны тіршілік етудің құралына айналдырып, дүние табудың көзі етпеу керек. Байлардың үйіне азырақ барыңдар. Жиі бару Алланың өздеріңе берген несібесін қадірлемегендік болады. Абыройлы кісілердің қателік, кемшіліктерін кешіруге тырысыңдар. Күнәнің үлкені Аллаға шәк келтірушілік, нахақтан қан төгу, ата-анаға тіл тигізу, өтірік куә болу. Бұл дүниеде қисынсыз көп сөйлеген адамның ол дүниеде күнәсі көп болады. Арнама тіркеліп, жақындарыңызға жіберіңіз. Пайғамбарымыздың және қандай өсиеттерін білесіз? Комментарийға жазып қалдырыңыз. Сіздің қолдауыңыз мені шабыттандыра түседі.